Сәлем достар, бір ай бұрын менде керемет ой болды. Мен өзімді, айналадағы адамдарды, достарымды, жақындарымды өте қатты таңғалдырғым келді. Соған байланысты мен бірнеше ақпарат көздерін шолып, шпагатқа байланысты жаттығуларды іздеп, соны жасаған болатынмын. Солайша мен ең керемет, ең пайдалы, ең нәтижеге деген тез жеткізетін жаттығуларды өзіме түртіп алған болатынмын. Соның арқасында бүгін міне шпагатқа отыра алдым. Бір ай бұрын бұл мүмкін емес көрінді, өйткені менің шпагатымның биіктігі 20 сантиметрдей болатын. Сондықтан осы жаттығуларды жасау арқылы сіздердің де осындай нәтижеге жететініне өте қатты сенімдімін. Ал онда жаттығуларға кірісейік. Ең алдымен аяқты созуға кіріспес бұрын бізге аяқтың бұлшық еттерін қыздыру керек. Сондықтан біз приседанияны 15 реттен 3 подходта жасайтын боламыз. Аяқ бұлшық еттерін осылайша қыздыру арқылы бізге аяқты созуға жеңілірек, оңайырақ болады. Сондықтан бұл ең маңызды шарттардың бірі. Осы подходтардың арасында 20-30 секунд сайын демалып тұру керек. Бірінші деңгейде біз сол жақ санымызды созып, қысымды сезуіміз қажет. Тіземізді бірдей ұстаймыз. Екінші деңгейде біз оң аяғымыздың бармағын ұстап, оң аяқты барынша тік қалпында сақтаймыз. Үшінші деңгейде еңкейіп, қолымызды еденге тигізуге тырысамыз. Тізе алдыға шықпауы тиіс. Келесі төртінші деңгей L позиция. Аяқты тік ұстап, тіземізді алдыға шығармаймыз. Табанымыз толықтай еденде тұруы тиіс. Бесінші деңгейде оң аяқ алдыға шығады. Екі аяқта толықтай түзу болуы керек. Және қолдарымызбен еденге қарай арқаны тік ұстай отырып созыламыз. Алтыншы деңгейде оң аяқты алдыға, сол аяқты артқа қоямыз. Қолымыз белде артқа қарай иіліп, осылайша қысымды және бұлшық еттердің созылуын сеземіз. Жетінші деңгей шпагатқа отыруға тырысып, бұл деңгейде өзімізге ақырындап қолмен көмектесіп тұрамыз.
8-ші деңгейде максимально шпагатқа отыруға, бұлшық еттерді толықтай созуға тырысып, соңына дейін барамыз. Міне достар, осылайша біз 5 минутты сол аяққа арнаған болатынбыз. Енді 2 минут демалып, келесі 5 минутты біз оң аяғымызға арнау керекпіз. Яғни осының барлығын қайталап, қайтадан осы жаттығуларды керісінше оң аяққа жасау керек болады. Осы 5 минут ішінде қысымды ұстап тұру керек, және де барынша астыға түсуге тырысу керек. Әр күн сайын өстіп 5 минуттан қайталап жасап жүргеннен кейін осы 30 күннің ішінде сіздерде керемет нәтиже шығады дегенге өте қатты сенімдімін. Сондықтан осы челленджді қабылдаңыздар. Видео ұнаса лайк басып, осы каналға тіркеліп кетіңіздер. Алдыда әлі осындай видеолар көп болады. Сондықтан келесі кездескенше.